Кайырлы күн достар, сіздер мен әдеттегідей тәлімгер реалити бағдарламасының кезекті шығарылымы. Жалпы біз бүгін қолөнер бағытының екінші кезеңі бойынша қатысушыларымыз бақ сынасатын болады. Толығырақ Қасиет өзің жалғастырсын. Естеріңізге сала кетейік, алдыңғы кезеңде қатысушыларымыз үлгі салу бағыты бойынша бақ сынасқан болатын, яғни барлығы ол сайыста сүрінбей өтті. Ал енді бүгінгі кезең сол салған үлгіні былғарыдан пішу кезеңі. Ал ол туралы тәлімгер Жанболат мырза өзіңіз қысқаша түсіндіріп өтсеңіз. Яна бірінші кезеңде бәрі керемет үлгілерін жасап алды Жамиянның. Енді екінші кезеңге өтеміз. Ол екінші кезеңде өздері мына жерде былғарын түсін өздері таңдап алады. Қатысушылар ұнаған түсін, қызыл ұнай ма, көк ұнай ма, қара ма, қоңыр ма, сол ұнаған түсіне қарай ары қарай пішіп, ары қарай жалғастырамыз екінші кезеңде. Ендеше қатысушыларымыз дайын болса, біз бастаймыз. Ал, бірінші кезең, үлгі алу кезеңін бітірдік. Үлгілердің қолдарында әр қатысушы. Екінші кезең былғарыны пішу. Өздеріңе ұнаған түстеріңді таңдап аласыңдар. Қызыл ұнай ма, қара, қоңыр бәр түс бар. Ары қарай пішу кезеңін бастаймыз екінші кезең. Қатысушылар дәл қазір үлгіні былғарының үстіне қойып, оның формасын сақтай отырып мұқият пішеді. Бұл жерде дәлдік өте маңызды, себебі қате кесілген әрбір миллиметр финалдық бұйымның сапасына әсер етеді. Құрметті достар, екінші кезеңіміздің де басталғанына біршама уақыт болып қалды. Көріп тұрғандарыңыздай, бірінші кезеңге қарағанда, екінші кезеңде біздің түрлі түсті былғарыларымыз көрінісімізге сән бергендей. Нұрай, сенің де қазір қарап тұрсам қолың үйреніп қалған секілді. Қалай, бірінші кезеңден қарағанда қиын ба, әлде оңайырақ па? Бірінші кезеңге қарағанда жұмыс қарқынды жүріп жатыр. Және тері болғаннан кейін 7 рет өлшеп 1 рет кесу керек болып тұр. Жаңағыдай чертеж емес, сурет салып жатқан жоқпыз. Процесске көшіріп жатырық десек те болады істі. Қарап тұрсам, нарадағы құрал сайманның барлығы, пышақ, балға деген секілді. Ал дәл бұндай құрал жабдықты сен бұрын соңды ұстап көріп пе едің, жұмыс істеп көріп пе едің бұндай құрал жабдықпен? Негізі менің ойымша балға ауыр заттар стереотипке бөлінбеу керек. Үйде де жалпы адам жоқ болса, өзің күніңді көресің. Дұрыс, өте керемет. Бекзат, сен бір қарағанда өте әдемі көрінетін былғарын таңдаған екенсің. Бұл былғарыны өзің қалай таңдадың? Өзінің түсі түрі өте әдемі екен былғарының. Қарасам портменаға өте сәйкес келді. Сосын егер іш жағы сырт жағы бірдей болып қалса, бір түрлі болып қалады дедім да. Сосын іш жағынан ақшылдау анатомный былғар қолдандым. Өте ашады деген ниеттемін. Ал құрал саймандармен жұмыс істеу қалай болып жатыр? Қиындық туғызып жатқан жоқ па? Жоқ, құрал саймандар жеңіл, ыңғайлы. Осыған сәйкес жасалған. Ал мыналарды қателесіп, сызып қою, кесіп қою деген сенде болған жоқ па қазір осы жерде? Әзірге болған жоқ. Барынша өлшеп, қайта-қайта өлшеп кесіп жатыр. Онда қателіктер кешірілмейді дегендей. Дұрыс. Артық шығынсыз. Ендеше жақсы, істеріңе сәттілік. Бұл кезеңнің басты құралы ою басу құрылғысы. Бұл тәсіл ежелгі түркілер заманынан келе жатқан әдіс. Ол кезде шеберлер бұйымға ыстық темір арқылы таңба түсірген, ал қазіргі құрылғылар электрмен қызады және дәлдікпен жұмыс істейді. Жылу арқылы таңба былғары талшықтарына еніп, бедерді тұрақты қылып бекітеді. Нәтижесінде түскен ой өшпейді және бұйымға ерекше әсемдік береді. Енді жаңағы былғарға ою басып аламыз. Ол ойды өзі таңдап алды. Қатысушымыз. Бұра.
Soda ya. Ya kız dursa. Bunu alamız. Hadi basıldı. Керемет арнайы шықты. Астында бас көрінді ма? Жаман көрі деп отқан қалыңдау болса, сәл жақсы басылады да. Ана енді өзің бүйтіп әдемілеп сызып, кесіп алып таста. Тәлімгеріміз бұл кезеңде қателесуге болмайтынын қатысушылардың құлақтарына жақсылап сіңіріп қойған сияқты. Сондықтан қазір әр қимыл аса мұқият жасалып жатыр. Таңдалған былғарыларға қарап әр қатысушының талғамын анық байқауға болады. Біреу классикалық реңкті таңдаса, енді біреу ерекше түске тоқталды. Өзіндік стиль, өзіндік креатив. Қатысушыларымыздың жұмысы әлі де қызу жүріп жатыр. Яғни менің қазір Жаслан, меніңше дәл осы әмиянды сен көшіріп жасап жатқан сияқтысың. Себебі сен таңдаған былғарының түсі дәл осы әмиянға ұқсас екен. Жалпы бірінші кезеңге қарағанда қалай саған ешқандай қиындық туғызып жатқан жоқ па? Жоқ, ешқандай қиындық туғызып жатқан жоқ. Қандай өзгешеліктер бар екен бірінші кезеңнен қарағанда? Қию, бір-ақ рет қателік жасамау керек, бір-ақ рет шанс беріледі екен. Қателік жасамауға тырысып жатыр. Құрал саймандар қалай? Жұмыс жасауға ыңғайлы ма? Ыңғайлы, ұнап жатыр. Барлығы мұқият қолданатын, байқап қарасаң, барлығы мұқият қолданатын құрал саймандар. Ал Есқали менің ойымша бір өзіне емес, анасына, әпкесіне немесе мүмкін қызына сыйлық жасап жатқан сияқты, себебі қызыл түсті былғарын таңдаған екен. Бұны таңдағандағы себебіңді өз аузыңнан естейік. Қызыл цвет. Мен өз басқа спорт түрлеріне қарай отырамын. Осы қызыл цвет менің командам цветі. Яғни сен қызыл түсті өзің ұнатасың бір жағы. Сен қазір жасап жатқан бұйымыңның қай бөлігіне келдің? Әлі қазір тыйым салғышқа келдім. Тыйым салғышты енді ішінен сыртынан ғана кесіп өттім. Енді бүкіл майда нелерді, қиын болған жерлерін соларын түзелеп отырмын. Ал өлшемдері қате кеткен жер болған жоқ па сенде? Жоқ. Барлығы әзірге өз орнында келе жатыр. Иә. Жақсы, ендеше істеріңе сәттілік. Тері алдымен арнайы химиялық және механикалық әдістермен жұмсартылады. Содан кейін боялып кептіріледі. Сапалы өңдеу бұйымның ұзақ сақталуына әсер етеді. Былғарының да түрлері көп. Табиғи теріден бастап эко-кожа, замша сияқты заманауи түрлеріне дейін бар. Ал түс дизайнның маңызды бөлігі. Ашық түстер нәзіктік берсе, қою түстер классикаға жақын. Ал жарқын түстер креатив образға жарайды. Сондықтан түсті дұрыс таңдау бұйымның стилін анықтайды. Даниал, сен әмиянның қай бөлігіне келдің қазір? Әмиянның соңғы бөліктеріне келіп қалдық деп айтсақ та болады. Қазір дұрыстап кесіп, бір-біріне жаңағы жіп арқылы өткізіп, жабыстырып, жаңағы қоятын жерлеріне қойып, орындарына орналастырсақ болды. Ал пішімі мүшу саған қиындық туғызып жатқан жоқ па? Шамалы қиындығы бар, бірақ жасап жатырмыз, жақсылап тұрып, күшті қылып істейміз. Негізгі сенің міндетің ас үйде пышақ ұстайтын, негізі мамандығың ас үйде пышақ ұстайтын. Ал дәл мына жерде былғарымен кесу айырмашылығы қандай екен? Айырмашылығы былғарын 3-4 рет жонып тұрып кесу керек екен. Былғарын қаттылығы соншалықты мына пышақтар өтпей жатыр. Өте мұқият болу керек екен сосын, иә. Қателескен жерің болды ма қазір дәл осыны істеп жатып? Қателескен деген алдыңғы этаптарда қателескен жерім болды. Бұл этапта қателеспедім деп ойлаймын. Дәл қазір сабақ алдың. Иә. Өте керемет. Бұл әмиянды жасап біткесін өзіңе ұстайсың ба, немесе біреуге сыйлыққа бересің ба? Қалай болады? Әлі ойлап болған жоқпын. Өзім ұстағым да келеді. Әлде біреуге
берем деп айта алмаймын, мен сатып жібере аламын. Жақсы, жұмысыңа сәттілік. Достар, сонымен біздің көптен күткен қолөнер бағыты бойынша екінші кезең аяқталды. Екінші кезеңнің аты бізде былғарына пішу болып аталатын. Иә, бізде әр кезең бара-бара үдей түсіп жатыр, қиындап жатыр, себебі біз жеңіске бір шама жақын қалдық. Енді дәл осы екі кезең бойынша біздің тәлімгер Жанболат мырзадан пікірін білсек. Мынау екі кезең бойынша бірінші кезеңде бағана көрдіңіздер, бәрі үлгіні пішіп алды. Екінші кезеңде былғарыны пішіп, өзінің аймандарын жасап жатыр. Жобасы әр кезеңнен кезең өткен сайын өзі ауырлап жатыр. Өзі қатысушыларда қиындық туғанын байқап, Талпыныс қалай балдар? талпыныс өте, қызығушылық шүкір, керемет. Дәл осылай біз екінші кезеңді аяқтаймыз, ал сіздермен келесі үшінші кезеңде жолығатын боламыз. Аман, сау болыңыздар.